Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай табада сүтті қыз тортының рецептісімен бөлісемін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қараңыздаршы, беп-биік болып шыққан. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ең алдыменен жұмыртқамызды саламыз. Менде қолдың жұмыртқасы болған соң, әрі кішкентай болған соң 2 жұмыртқа пайдаландым. Негізі 1 жұмыртқа жарайды. Содан соң біздің осылай сгущенкамызды саламыз, яғни қойылтылған сүтімізді. Мөлшерлерін төменге жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Мінекей жақсылап осылай саламыз және араластырамыз. Ешқандай да маңызды емес, салқын жылы болса да сала бересіздер. Осылай жақсылап араластырамыз және де ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізілген болу керек. 1 ас қасық қопсытқыш, яғни разрыхитель салып, жақсылап жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар, қуанып қалар едім. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазып сұрасаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Мінекей жақсылап осылай бірінші қасықпенен араластырып аламыз. Содан соң қолымыздың көмегіменен осылай қамыр илеп алатын боламыз. Ұнымызды осы мөлшерден тыс салмаңыздар. Менде шамамен 430-450 граммдай ұн кетті. Енді әр ұнның тығыздығына байланысты өздеріңіз осылай жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илеңіздер. Егер қатты болып қалса, біздің корждарымыз да қатты болып шығады. Мінекей енді бөліктерге бөліп аламыз, бірдей қылып, дөңгелектеп бір шетке алып қоямыз. Қамырымды тек қана мен 5 минут қана тындырып, осылай кестім. Ешқандай өтіп көп тындырып қоймайсыздар, тек сразу кесе берсеңіздер болады. Енді осылай ұнның көмегіменен, оқтаумен жұп-жұқа қылып жаямыз және де табамызды отқа қойып, орташа отта қыздырып аламыз да, осылай қақпақтың көмегімен немесе осылай торт жинайтын кольцоменен кесіп алсаңыздар болады. Менде диаметрі 20 болды. Осылай енді қызып тұрған табамызға қойып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Менде айтқанымдай орташа отта тұр, қатты да емес, жай да емес. Осылай қақпағын жаусаңыздар да болады, жаппасаңыздар да болады. Осылай екі жағын оп-оңай қызартып пісіріп аламыз. Ешқандай да қиын емес, өте оңай. Тез пісіп шығады, сондықтан қарап тұрыңыздар. Мінекей дайын болды. Қараңыздар, беп-биік торт болып шығады. Барлығын пісіріп алдым, тек қана біреуін блендердің көмегіменен езгілеп аламын. Енді кремін дайындаймыз. Мен креміне қаймақпенен сгущенканы пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша крем пайдалансаңыздар болады. Қайнатпалы крем бар, немесе кілегейлі кремдерді пайдалансаңыздар болады. Енді тортымызды жинаймыз. Менде шамамен 2-2,5 қасықтай осылай крем салып, барлығын жинап шықтым тортымның. Кальцода маңызды емес, егер кальцо жоқ болса, кальцосыз да жинап, осылай холодильникке қойып, салқындаған соң әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Енді қапталдарына да осылай жағып жібереміз. Содан соң қайтадан кальцомызды кигізіп, холодильникке 1 сағатқа қойып қойдым. Өте дәмді болып шығады. Мінекей осылай жасап сәндеп жасадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколадпен сәндесеңіздер де болады. Қараңыздар, өте биік әрі дәмді болып шығады. Қазір кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ, сондай нәзік, аузыңызға салсаңыз еріп кететін торт болып шықты. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады. Сіздермен бірге Тұрсынай.